достар, сіздермен мен бүгін Күлтока арнасы. Мен бүгін жасыл түсте және розы түсте өмір сүретін боламыз. Яғни жүрген жеріміздің бәрі жасыл болуы қажет. Ал менікі розбай болуы қажет. Достар, біз ұйқыдан енді тұрып жатырмыз. Біз қазір таңғы асымызды ішіп мектепке баратын боламыз. Ендеше біз асханаға барамыз. Достар, міне мен мынандай сок ішемін. Мен мынандай достар, мынандай ішемін. Менде розбай тамақ жоқ болған болатын. Жаңа базарға барып мармелад алып келдім. Міне. Достар, біз қазір мектепке барамыз. Достар, біз киініп алдық, таңғы асымызды ішіп болдық. Міне менің сумкам. Достар, мен жасыл сумка таппадым, сондықтан мен кітаптарымды қолыма ұстайтын боламын. Ал менікі сумкам бар, сабаққа ұстайтын. Достар, міне біз кітаптарымызды алдық, салып алдым. Ендеше біз қазір мектепке баратын боламыз. Жанерке мен Жансай келмеді ме екен? Қолдар қалайсыңдар? Жақсы, өздерің жақсы. Кітаптарды қойып жіберейін. Жақсыңдар. Сумкамды қойып алайыншы. Әйтпесе қазір ағай тез отырайық. Орындарын алыңыздар. Қалған оқушы қайда, қыздар? Ағай бүгін ауырып қалған шығар, келмей қалды ғой. Сабақты бастай берейік. Жарайды, онда бастай береміз. Қазір мен тақтаға есеп шығарам, соған құнықтарына айтамын. Тақтаға шығады 2 қосу 2 тең. Тақтаға шығады Жанерке. 2 қосу 2 тең неше? Тең 4. Ағай сыймай қалды ғой. Тамаша, жарайсың, отыр. Ура, бесілдім. Балалар, қоңырау болды. Қоңырауға шыға берсеңдер болады. Ура, қоңырау болды. Қыздар, жүрсеңдер, қоңырауға шығайық. Мен шықпайын. Менде жарайтын шыға берейік.
Ағай қазір қандай сабақ болады? Қазір алгебра сабағы болады. Кітаптарды оқыңдар, қыздар. Достар, бізде кейбір сабақ болмай қалды. 5 сабақтан қайтуымыз керек еді. 2 сабақ болмай қалды. Достар, бізде кешіріңіздер. Кейбір сабақта түсіре алмай қалды. Себебі апайлар рұқсат бермеді. Қазір біз, достар, кешкі асымызды ішетін боламыз. Достар, міне менде мынандай және мынандай. Достар, менің жаңағы азанғы таңғы пирог қалыпты. 2 пирог, 1 пирог жеген болатынмын. Осыны таусамын қазір. Ал менде осындай тамақ. Өте дәмді. Достар, бізде кеш болды. Көріп тұрғандарыңыздай, біз қазір пижамаларымызды киіп ұйықтайтын боламыз. Мен қазір сіздерге бөлмемді көрсетемін. Мен де көрсететін боламын сіздерге. Достар, міне менің бөлмем жасыл. Сіздерге қайырлы түн, мен ұйықтаймын. Достар, міне менің бөлмем розовый, әдемі. Сіздерге қайырлы түн, мен ұйықтаймын. Егер де видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.